بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum. Құрметті мұсылман бауырлар. Алла тағала адамзатты жаратқаннан кейін басы бос жіберіп қоймаған екен. Пайғамбарлар жіберген. Сол адамдардың іштерінен таңдап. Сіздер мен біздер сияқты адам. Бірақ ол кісілердің бір айырмашылығы бар. Алланың тікелей бақылауында. Оңға кетіп, солға кетіп барса, Алла тағала өзі жетіп қояды. Содан ескертулерінің бәрін айтады. Сол арқылы адамдарға өзінің қалауын Алла тағала жеткізеді. Болатын нәрсесін айтады, болмайтын нәрсесін айтады. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Мен адам баласын еріккеннен жаратқан жоқпын. Тек маған құлшылық етсін деп жараттым. Мақсат сол бұл дүниедегі. Ал бірақ қазір біз мақсатымызды жоғалтып, басқа нәрсеге қарай кетіп қалып жатырмыз. Алла тағала бізге тауфиқ берсін, тура жол нәсіп етсін иншалла. Енді сол пайғамбарлардан келгеннен кейін, адам болғаннан кейін сенбеуі мүмкін ғой кейбір адам. Сен пайғамбар болсаң енді бізден бір ерекшелігің болу керек шығар. Алладан тікелей қолдау көріп отырсаң, біз істей алмайтын бірдеңені істеуің керек шығар. Мынаны істес, ананы істес деп мүмкін сұрайды. Сол әр пайғамбарлардың өзінің пайғамбар екенін дәлелдейтін муъжиза деп айтылады, керемет деп айтсақ енді болатын шығар енді біздің тілімізде муъжиза деп айтылады. Адамдар істей алмайтын нәрсені істеу. Әр пайғамбарлардың өзінің жеке пайғамбар екендігін дәлелдейтін муъжизалар бар. Мұса пайғамбарды білесіздер, сиқыршылар көп болған Мұса пайғамбардың уақытында. Сондықтан да сиқырға қарсы Алла тағала Мұса алейхиссаламға бір таяқ беріп қойған. Керемет Алланың құдіретімен. Сиқыршылар бір жіптерін тастап, жылан қылып адамдарды қорқытса, Мұса алейхиссалам таяғын тастай салады, одан да үлкен жылан болып жаңағы жыландарын жұтып қояды деген сиқырлар. Сиқыршылардың өздері мынау сиқыр емес, бұл Алланың құдіреті деп мұсылман болған, Құранда бар. Иса пайғамбар, өлген адамдар тірілтетін болған. Өлген тірілту деген ойлаңыз, не деген керемет, муъжиза. Адам басқа адамдар істей алмайды. Пайғамбарлар ғана істейді. Соғыр адамның көзін емдейді, алапештерді емдейді. Ол Иса пайғамбардың уақытында медицина қатты дамыған дейді. Ал енді Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның да муъжизасы болған. Өзінің пайғамбар екендігін дәлелдейтін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең үлкен муъжизасы ол Құран болды. Арабтар өзінің тілі ғой, араб тілін өте жақсы білген. Ақындар көп болған, араб тілін мықты білетіндер көп болған. Енді арабтар ғана тұрған өздерінің тілін өте жеттік білген олар. Құран-ы Кәрім таза арабий мубин дейді, таза арабша түскендіктен арабтардың өзі таң қалған ғой, мынау адам баласының айтатын сөзі емес, түсініп тұр. Егер шығарсам мен шығаратын едім, анау шығаратын еді. Бірақ біз бұны шығара алмаймыз, бұндай нәрсені. Бұл не өлең емес, не басқа емес деп Құранның мағынасына, Құранның әуеніне деп айтайық па, қатты таң қалып, көп мұсылмандар Құранның себебіменен жалпы мұсылман болған. Сондықтан да бұлар Құранды тыңдаудан қашқан, Құраннан қорыққан. Құранды оқылған кезде сол тыңдамас үшін даңғырлатып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға кедергі жасайтын болған. Түсінгендіктен, егер түсінсе, мұсылман болып кетеді. Міне сол кезде Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады мүшриктерге, мұсылман болмағандарға: егер сендер Мұхаммед пайғамбар емес, ол сиқыршы, сол ана, ол ағын, ол мынау деп айтатын болсаңдар, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Исра сүресі 88 аят. Сен оларға айт деді Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Осы Құран сияқты сендер де бір Құран әкеліңдер. Өздерің әкеле алмасаңдар, қалағандарыңнан көмек сұраңдар. Сендер сиқыршы деп тұр, сиқыршылардан көмек алыңдар. Қалағандарыңнан, жындардан алыңдар, шайтандардан алыңдар. Сендер де осы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оқыған сияқты Құранды сендер де оқыңдар. Егер ол бір адамның айта алатын, адамдардың жай қатардан бір адамның әкеле алатын нәрсесі болатын болса деп айтқан кезде бір араб Құранды әкелуге тырыспаған ғой, әкеле алмаған, шамалары жетпеген ол. Содан Алла тағала жарайды деп жеңілдетеді. Әм яқулуна нафтара. Біздің әкелген Құранымызға бұлар жала жаба ма? Бұл Алладан келген кәлам емес деп айтады ма? Бұл сиқырдан шыққан сөздер деп айтады ма?
Олай болатын болса, құл айт оларға: "Фату би ашри суарин мислихи муфтарияти вад'у ман истатa'тум мин дуниллахи ин кунтум садиқин." Егер шын болсаңдар, сендер де осындай ойдан құрастырылған бір 10 сүре алып келіңдер сендер. Неге сендер Мұхаммед пайғамбарға жала жабасыңдар? Демек, оның адам болып істей алатын болса, сендер де алып келіңдер. Араб қайтып отыр, сіздер мен біздер қайтып отқан жоқ, араб еместерге, арабтар қайтып отыр. Сол кезде де 10 сүре әкеле алмаған ғой. 10 сүре әкеле алмаған. Алла тағала тағы да айтады Бақара сүресінде: "Ин кунтум фи райбин мимма наззална ала абдина фату би суратин мисли вад'у шухадаакум мин дуниллахи ин кунтум садиқин." Егер біздің түсірілген Құраннан күмәндарың болатын болса, бұл Алланың кәмі емес дейтін болсаңдар, осы Құрандағы бір сүреге ұқсайтын бір сүре алып келіңдер сендер. Қалағандарыңды көмекке шақырыңдар. Міне осыны айтқан кезде Меккеден, араб жартаралынан мен деген бір араб бір сүре әкеле алмаған ғой. Араб тілін біліп тұрса, біз сіздермен біздер түсінбегеннен кейін, араб тілін білмегеннен кейін, Құранды білмегеннен кейін бұл нәрсенің не екенін жалпы түсіне алмаймыз. Біз мынау балды банкінің сыртынан жалап тұрған сияқтымыз ғой енді былай айтқан кезде. Кейде кейбір адамдар дәмді сезетін бездері істемей қалады екен. Кейбір адамдардікі туғаннан сондай болады. Дәмді білмейді ауыз. Біздің аузымызға аш салса, аузымызға ашиды, тәтті салса рахаттанамыз ғой мысалға. Кейбір адамның тума сондай болады екен, білмейді. Дәм деген нәрсені білмейді. Оның аузына бұрыш салсаң да бірдей, тұз салсаң да бірдей, бал салсаң да бірдей. Міне сондай ауру адамға дейді, балды алып десең түсінбейді ол. Айтпесе аузыңа бұрыш салып десең немене деп түсінбейді, не екенін білмейді, сезе алмай тұр да оны сезу үшін не істеу керек? Оның жаңағы безін емдету керек те, аузына бұрыш салып жіберіп те мәсаған ауыз ашиды, содан бал салып жіберу керек. Міне сол сияқты ғой, қазір бізде білім болмағаннан кейін бұл нәрсенің не екенін шындығында тек сіздер емес, мына жерде минбарда сіздерге уағыз айтып тұрған мен білмеймін ағам. Бірақ айту иман келтіргеннен кейін Құдай тағала сіздер мен біздерге білмесек те нәсіп еткеннен кейін Алла тағалаға шүкір деп осы үлкен нығметтен, осы үлкен байлықтан айырылып қалмайық деп Алла тағаладан тілеуіміз керек екен бағалар. 14 ғасыр өтті осы Құранның аяттарына. Тек болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында Мусайламатул Каззаб деген өтірікші Мусайлама өтірік айта береді. Мен пайғамбарым деп шыққан артынан өзінің айналасына біраз адамдар жинап алған, пайғамбарымыздың уақытында пайғамбарымызға хат жазған, артынан соғысқан мұсылмандармен соның оқиғасы бар. Сол міне мен бір сүре әкеле алам деп өзінше мынандай сүре шығарған. Әл-филу мәл-филу ва ма адрака мәл-филу хуртумуху тавил ва зайлуху қасир деген байтын бір ұйқастырып. Содан арабтар айтқан: Мұсайлама қоя саш деген, мына сенің айтып тұрғаның мүлдем енді ұят деген. Арабтардың өзі айтқан: қой деген мынау болмайды деген. Күлген былайша айтқанда сол өзінің істеген нәрсесімен мазақ болған, басқа ешкім міне осындай бір сүре әкелеміз деп айта алмаған бауырлар. Ол кезде білім бар да айту. Арабша білім бар, Құранды адамдар түсініп тұр. Мысалға сіздерге түсінікті болсын ағалар. Қазақша айтайын мен бұл нәрсені. Енді мен ақын емеспін ғой. Бірақ қазір бір өлең шығарам. Сіздер қазақтар ақын болмасаңдар да енді мына жерде дәулет ақын отыр екен ғой. Енді бағасын берер бұл кісілер. О жамағат, сендер отырсыңдар, менің уағызымды тыңдап, ертең келеді тағы да бір күн, мүмкін отырмайсыңдар. Енді ақын емес, бірден келер ұйқастырсам бір айтасың ғой, мынау өлең ба дейсіңдер ғой. Не нәрсе мынау, күлкі боласың ғой адам. Ал енді қазір бір ақынның шығарғанын сіздерге оқысам, құлаққа жағады. Жас көңілім өжеткінше жүрмегеді, дүниеде солай өмір сүрмегеді, бір Алладан басқаға бас имеген, қалпынша қара жерге кірмегеді. Жас жүрек жалбақтауды сүймеседі, үстіне рия тонын кимеседі, бар ғалам бір жақ болса өзі бір жақ, көңілдің сол қалпына тимеседі. Жақтаса өз еркінше жақтар еді, мақтаса өз еркінше мақтар еді, аспаннан төбесіне оқ жауса да сертінше әділдігін сақтар еді деп. Мысалға айтсаң, қазақтар түсінетін нәрсе, мынау кім шығарған екен, жақсы өлең екен деп. Сол сияқты ғой ағалар. Өтірік жаңа Мусайламатул Каззабтар бір Құран сияқты бірдеңке әкелем десе, арабтар айтады: қоя сал деген, мынау сенің Құран сияқты болып қайда, бұл тырнағына да татымайды деп айтатын болғандықтан арабтар әкеле алмаған. Ал бірақ мынау қазір 21 ғасыр мұсылмандардың бір қараңғы ғасыры болып есептелетін ғасыр шығар, енді қателессем Құдай кешірсін. Мұсылмандар біз барлық жақтан артта қалып кеттік қой білімнен. Мынау дүнияви білімнен артқа қалып кеткеніміз өз алдына өзіміздің дінімізден де хабарымыз болмай қалды ғой ағалар. Өкінішке орай. Сондай надан болып қалдық.
Енді осы ғасырда қазір шайтанның бізді алдауы өте оңайда. Ғұламалардың айтуынша 100 білімі жоқ адамнан бір білімі бар адам шайтан үшін өте қауіпті, шайтан үшін өте қорқынышты екен ғой. Біз 100-іміз 5 уақыт намазымызды оқып, тақуа болып, зікір жасап жүрсек, бірақ біліміміз болмаса, шайтан бізден қорықпайды екен. Ал қашан біз білімге қарай бет бұратын болсақ, білім ала бастасақ, сонда бізден қорқады екен ғой. Өйткені білім деген нәрсе ол жәннаттың жолы деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бекер айтпаған ба? Білім деген ине мен құдық қазғандай. Сондықтан да ғалым болмасаң сол білімнің жолында жүр, білімнің жолында жүріп шәкірт бола алмасаң, еш болмаса сол білімді адамдармен білім жолында жүргендерді қолдаушы бол. Төртінші орын жоқ басқа. Мұсылмандар сол үшеуінің айналасында жүру керек қой. Не өзің ғалым емессің, не шәкірт емессің, не шәкірттер мен ғалымдарды қолдамайсың, не оларды жақсы көрмейсің. Сонда кім болды сонда? Одан надан боламыз, шайтанның жетегінде кетеміз. Міне осындай надандық жайлаған кезде шайтандар құтырып жатыр. Интернетке шығарып қойыпты. Құраны кәрімде бір сүре алып кел деп айтқан екен Мұхаммед пайғамбар дейді. Алла тағала дейді, енді соған біз бір сүре алып келдік, әкеле алмайсың депті, біз алып келдік дейді. Мұсаляматул Каззабтың істегені сияқты, бірақ енді ол кезде алдай алмады адамдарды. Өйткені білім бар, араб тілі бар, адамдар көріп отыр, көз ашық. Қазір араб тілін сізбен біз емес, арабтардың өзі білмейді. Хижри 150-ден кейін араб мысалға бір сөзді мына мағынаға келеді десе, біз оны дәлел ретінде алмаймыз деген біздің үлкен имамдарымыз. Болды. Хижри 150-ден ары қарай аламыз, өйткені таза еді ол кезде арабтар. Содан кейін арабтардың өздері араб тілін білмей қалды деген. Алмаймыз деген. Ал енді хижри 150 қазір мүлдем арабтардың өздері де білмейді деген сөз ғой, өздерінің тілдері. Арабстанға барып біраз таза болса, енді Құран сияқты сөйлей алмайсың, біраз Құранға жақын фусхамен сөйлесең, кейбір арабтар садақаллахул азим деп мазақ қылады адамдар. Өздерінің диалектісінде сөйлей алмағаннан кейін Құран тілімен сөйлесең, сені сөйтіп мазақ қылатындай дәрежеге келіп қалғанда өздері де түсінбейді. Мазақ қылады олай сөйлесе. Оны бір ар-намыс көреді деген сияқты. Қазақша сөйлей алмағанда абырой көретіндер бар ғой. Ал қазақша сөйлеп тұрса, оны бір кем көретіндер бар ма? Сол сияқты да оларда. Надандықтың себебіменен. Міне осындай ғасырда енді өздерінше 14 ғасыр бұрын қайда жүрген деймін да бұлар. 14 ғасыр бұрын айтылған енді жауабын беріп жатыр да. Шайтан жұмысын жасап жатыр. Бірақ мынандай қауіп бар да, қазір осы надандық жайлаған кезде көп бауырларымыз сол шайтанның қазіргі құрған тұзағына түсіп кетіп, ертең дінге дұшпан болып қалама депті. Расында да дұшпан болып қазір мынау тәңіршілер дей ма, бір дін дұшпандары шығып, неше түрлі Құранға жала жауып, пайғамбарымызға тіл тигізіп, Аллаға тіл тигізіп, өздері бір дін ойлап тауып, тез ақша тауып келсе жаңа дін ойлап тап деген сияқты қолдарына бірден алып ұрып, не істеп, не қойып жүргендер білмейді. Бірақ солардың жетегінде кетіп жатқан біздің қара көздеріміз бар екен. Оларға мына жақтан жақындайды екен. Біз де қазақпыз, олар араб, араб діні керегіне, біздің өзіміздің дініміз бар деген сияқты. Қараңыз, көрдіңіз бе, шайтан қалай жақындайды. Сөйтіп соларға өзінің нәпсісіне еріп жүрген, халал мен харамның керек емес болып жаңа. Енді олардың дінінде бәр нәрсе болады да, харам деген нәрсе жоқ. Содан өз нәпсіне жаққаннан кейін арағын ішіп, темегін шегіп, зинасын жасап, солардың дінінде жүре бермекші да, біздің де аталарымыз сөйтіп жүрген деген сияқты. Шайтан тұзағына түсіріп жатыр да. Солар қазақша кәдімгі аудармасы менен арабтар Алла тағаланың Құраны кәріміне сөйтіп жауап беріп, міне ақыл деген сүре шығарып қойыпты дейді. Оны интернетке жүктеп қойыпты. Оған біреуді оқытып қойыпты. Жаңағы бір әуені бар, бірдеңкесі бар. Ана егер оқыса, қазіргіде ешкім оны білмейді, оны айыра алмайды оны. Қайта айтуы мүмкін, әуен не деген жақсы. Мәселе әуенде емес қой, мәселе мағынада ол. Деп бірдеңе оқиын, Құдай сақтасын, аны естіп тұрсаң жүрегің ауырады, ананы көрсең да. Кәдімгідей бір жарты бет қылып, соны қазір жан-жаққа жайып жатыр. Құдай сақтасын. Егер араб тілін білетін адам ананы тыңдаса, мынаның ешқандай ұйқасы жоқ қой. Мынаны адам Құранмен салыстыра ма екен деп көз ашық адам алданбас еді. Бірақ өкінішке орай қазір бізде өйтіп салыстыратын білім болмағаннан кейін өте үлкен қауіп төніп тұр да. Ол ана ақыл сүресін, Құдай сақтасын, ақыл сүресін деймін. Жаңа аналардың ақыл деп шығарған жалған сүрелері былай тұрсын, қазір біздің өзіміздің қара көздерімізге қазір мен барып отырып ап, сахур билан бір кесе қаймақ уа бил пәтір деп оқысаң, айыра алмайды халық. Ертең біз осы нәрселердің бәрін дұрыстап үйреніп, халыққа жеткізбесек, Құранға, дінге үлкен жала жабылып,
көп бауырларымыз солардың тұзағына түсіп кетейін деп тұр да, Құдай сақтасын. Құран-ы Кәрім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға берілген үлкен мұғжиза. Пайғамбарымыз дүниеден өткеннен 14 ғасыр болса да, бір әрібі өзгермей қазірге дейін келе жатыр. Ақыр заманға шейін бір әрібі өзгермей Құран-ы Кәрім жетеді. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Біз Құран-ы Кәрімді түсірдік, және біз қорғаймыз деп Алла тағала өз кепілдігіне алған. Біз Құранның жоғалып кетуінен қорықпаймыз. Бірақ шайтанның тұзағына түсіп қалып, бауырларымыз күпірлік қылып, діннен шығып кетіп, тозаққа кетіп қалама деген ғана үлкен қауіп қана бар ғой. Сондықтан да өзіміз де шайтанның жамандығынан Аллаға сыйын, бауырларымызға да осындай қиын қыстау кезде дұға жасап қояды. Біз жайбырақат жүрміз, тамағымыз жеп, қарнымыз тоқ, қайғымыз жоқ. Ал ана жақта шайтан күн-түн демей жұмысын жасап, тұзаққа түсіріп жатыр біздің бауырларымыз. Алла тағала сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Құранды оқиды, Меккеде дінін жаяды, бірақ біліп тұрса да хақиқатты мүшриктер Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қарсы шығады. Жоғары сабақтарда айттық, тіпті мұсылмандарды дін Аллаға сенгендігі үшін өлтіріп тастаған. Қыспақ күннен күнге көбейіп жатыр. Енді не істейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алланың бар екенін, бір екенін біледі. Алла тағала күн деп айтатын болса, күн фаякун, барлық нәрсе болады. Бірақ Алла сүннатулла дейді. Алла тағала бізге бұл дүниеге сынақ қылып жібергендіктен сынайды. Не істейді екен менің құлым? Алланың жолында. Дінге қалай қызмет етеді екен? Қиыншылыққа сабыр ете ме екен? Бізге ақыл берген, сол себептен пайдалана ме екен? Деген сияқты сынаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да сондықтан да өзі ар ойланып, бер ойланып, мұсылмандарды енді Меккеден шығармасақ, азғана ғана бір осы мұсылман жоғалып кету қаупі туындағанын көріп тұрды. Дүние жүзінде сол Меккедегі мұсылман болған 60 адамнан басқа мұсылман жоқ, ойлаңыз. Енді олар жоғалып кетсе, Алланың діні кім жай? Содан кейін сахабалармен ақылдасып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алланың берген илхамменен ойланып, толғанып, ақыры мұсылмандардың басқа жерге көшулері керектігін айтады. Енді ол оңай емес қой, бауырлар. Әркімнің өзінің жұмысы қойылып қойған, туған туысқандарының арасында өмір сүріп жатқан кезде соның барлығын тастап кетіп. Енді ол жерде үйін сатып, мәшинесін сатып, ана бизнесін сатып, ақшасын, сумкасын алып кетсе, ол басқа ғой, басқа жерден барып жағдайын жасайды. Ана жерде Меккеде олар қашып шығады. Қашып шыққаннан кейін ол барлық заттарын әкете алмайды деген сөз ғой. Үйі бәрі қалады деген сөз. Жалғыз өз қарабастарын алып шықса, оған да Құдай қош. Не үшін олар басқа жаққа барып жағдайын жасап, жақсы өмір үшін емес, жақсы өмір олар үшін Меккеде бар. Бірақ сол діндерін аман сақтап қалу үшін өздерінің сүйікті отандарын тастап сыртқа кетуге мәжбүр болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді араб жартаралынан бір жерді таңдамаған. Өйткені енді ол жердің бәрі мүшрик болған. Ертең мүшриктер бір-біріменен келісіп алып мұсылмандарды қайтарып бере сап, қиянат болып қалуы мүмкін. Ар ойланып, бер ойланып, ақылдасып, Алланың илхамменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына айтады ғой. Африкада қазір енді Эфиопия деп айтылады, Хабешистан деген бір жер бар екен. Сол жердің патшасы өте әділ екен дейді. Әділ адам екен. Ешкімге зұлымдық жасамайтын жақсы адам екен. Біз арамыздағы мұсылмандарды сол жаққа бір жіберсек дұрыс болады ау дегенді айтады пайғамбарымыз. Эфиопияға бару үшін теңіз арқылы өтеді, Қызыл теңіз арқылы ар жаққа қарай Африка. Мұсылмандарды келіседі. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалардың арасынан таңдайды. Бірінші хижра. Бұл пайғамбарымыздың пайғамбарлық берілгеннен кейін 5-ші жылда болған оқиға. Әр рудан бір-бір адамнан. Және мұсылман болған 60 адамның 70% Меккенің ақсүйектерінен деп айттық қой, байларынан, жақсы семейден шыққан, жақсы әулеттен шыққан адамдарынан. Сол жақсы әулеттен шыққан адамдарды таңдайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Әр рудан бір-бір адамнан таңдайды. Бұның барлық ар жағында сол қателессек Құдай кешірсін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ойланып, толғанып, сахабаларменен ақылдасып жасаған жоспарлары болатын да, саясаттар. Мұсылман да бірнеке жасаған кезде болды, Аллаға тәуекел еттім деп жасай салмау керек, ойлану керек. 7 рет ойлап, бір рет кесу керек. Сонда не істейсің? Өкінбейсің. Бірақ соның өзінде Алла тағалаға тәуекел етесің, Алладан сұрап жалбарынасың. Мен қолымнан келген барлық нәрсені жасадым, я Алла, енді маған жәрдем ет. Алла тағала саған жәрдем етеді. Не осы нәрсені үйрету үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай нәрселерді жасаған. Содан кейін мынау дінді жайған кезде
басшы болу деген оңай нәрсе емес. Біреуге бүйтіп бұйырып, өзің істемей, ананы істе, мынаны істе, алга Казахстан деп шетелде отырып азғырып отырсаң, көп адам сенің артынан ермейді. Сенің артыңнан адамны еру үшін жалпы өзіңнің шақырып отырған адамдарыңа өзіңді дәлелдеуің керек екен. Сол жолға өзіңнің басыңның қойғанын білдіртуің керек екен. Және ол халықта соған сену керек. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрқашан жамағаттың алдында жүрген, бірінші өзі бастап жүрген, өзі істеген барлық нәрсені, сахабаларымен бірге көрген бүкіл қиыншылықтың бәрін. Енді ана жерде отырған өзінің достарына мұсылман, басқа жаққа барып көшіңдер, сол жақты барып көріп келіңдер. Расында да сондай патша ма екен, не жағдай екен? Келесі тағы да көп мұсылмандар кеткенде сол жаққа дұрыстап жерді айналыңдар деп мысалға жіберіп отыр ғой бірінші сахабаларды. Соның ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқаларды жіберіп, енді өзі кете алмайды онсында. Өзінің туысқандарын алып қалса болатын еді. Ол жақта теңізбен кетесің, теңіз деген нәрседен жалпы арабтар қорыққан ғой. Жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің қызын жіберген. Рухия анамызды күйеуі Әзіреті Османмен бірге. Абу Талибтің ұлы Жафарды жібереді. Бірақ сол мысалға ең бірінші хижратта 10 еркек, 4 әйел болатын болса, сол бірінші хижраттағы 14 адамның әмірі қылып Осман ибн Мазғун деген сахабаны жібереді. Сол кісі барлығы бірдей емес, арнайы келісіп, қаншама күн соның бәрін жоспарлап, бір-бірден шығып, барлығы барып теңіздің жағасына барып кездесіп, ары қарай кемеге отырып Хабешстанға хижрат етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның рұқсатымен. Енді Меккенің неге қиыншылық көріп атқан құлдарын, кедейлерін таңдамады дейсіздер? Егер мысалға бір жерге, елге көш аударып барған кезде жергілікті ел қарайды ғой, мыналар кімдер? Қараса кедей адамдар, бұлар сол өздерінің иелерінен қашып келген адамдар екен ғой деп көзқарас болып дұрыстап қабылдамай қалуы мүмкін. Егер барлығы бір рудан болса, мына рулардың арасында бір соғыс, түсініспеушілік болып қалып, рудан қашып келген адамдар деу. Жоқ, бұлар тек Аллаға, пайғамбарға сеніп, мынау былықтан аулақ боламыз деп жаңа дін екенін көрсету үшін пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи ва саллям әр рудан және рудың мықтыларын, байларын және өзінің туған қызын, туысқандарын сол бірінші делегацияның ішінде жіберген екен ғой. Және осы істеген ісінің барлығы артынан қарап отырсақ тарихта дұрыс істелген нәрседе, бұның барлығы ақылдасуменен, ойлауменен жүзеге асқан нәрселерде кездейсоқ нәрсе емес бұның барлығы да. Міне соның нәтижесінде Хабешстанға барған мұсылмандарды Нәжаши дейді ғой. Енді Хабешстанның бастығы жақсы қабылдап мұсылмандар өзінің қорғауына алып жақсы орналастырды. Мұсылмандар қатты қуанды. Біз сендердің діндеріңе араласпаймыз, сендердің діндерің өздеріңе, біздің дініміз өзімізге. Енді қараңыз, олар христиан. Бастығы да сондай. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның дініне, басқасына қарап тұрған жоқ. Тек бірақ ана адамның артықшылығы бар екен, әділ деген. Артықшылығы бар, атақ сонымен шығып кеткен. Сондықтан да әділ болатын болса болады. Бізге зұлым етпейді деп шешкен ғой. Және соның қорғауына барып мұсылмандар не істеген? Кірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың қалауыменен қателеспеген осы шешімінде. Қатты қуанған, ана жерге барған, құлшылықтарын жасаған, Құрандарын жаттаған, үйренген, ашық, ештеңкесін жасырмайды. Ешкім оларға тиіспеген. Нәжаси рұқсат берген. Бірақ мына өсек деген нәрсе бар, өкінішке орай, ол бірінші хижратқа кеткен сол 14 адам арадан 3 айдан кейін қайтадан Меккеге қайтып келіп қояды. Себеп сол қаңқу әңгіме. Мұсылман бір әңгімені естіген кезде соның шын ба, өтірігін ба соған көз жеткізбей бір шешім қабылдамау керек екен ғой. Асығыс ешқашан бір шешім қабылдамау керек екен бұл жолда. Ол қалай болады? Бұлар хижрат етіп кетіп қалады. Бірақ сондай қандай сақтық қылса да анау мүшриктер біліп қояды ғой. Артынан қуалап әйтеу бір екі кемеге қалып, сол кемеге отырып жүзіп кеткеннен кейін кешіп келіп қалады да, сөйтіп бұларды ұстай алмай қалады. Неге бұлар енді мұсылманшылықта қаламайтын болса, неге енді жібере салмайды мұсылмандар? Кетіңдер. Қорқады, өйткені мұсылмандар кеткеннен кейін ана жақта тыныш адам, ана жаққа барып өзінің дінін жаяды. Ертең бұлар Эфиопия мен Хабешстанмен жақсы қарым-қатынаста, сауда саттық, басқасы бар. Ертең олар өздерінің дінін үйретіп, дұрыс екенін біледі ғой. Дұрыс нәрсе ешқашан тесік моншақ жерде жатпайды дейді ғой. Аналар да ислам дініне кіріп кетіп, ертең Нәжаши оларға қосылып, көмектесіп, мына жақта Нәжаши ол кезде Яманда да басқарып отырған. Сол жақтан арабтармен тағы да әскер болып келіп Меккені баса алуы мүмкін. Сондай қауіп болған, Меккеден шығарғысы келмеген ғой мұсылмандар. Сондықтан
Ал енді бірінші Хабестанға қашқан мұсылмандар өтіп кеткеннен кейін одан арман жолдардың барлығына күзеттер қойып тастаған. Міне арадан 3 ай өтеді. Құдайдың қалауымен жоғары сабақта айтты, Хазіреті Хамза мұсылман болады. Оның да қалай мұсылман болғанын айттық. Екінші мына Хазіреті Омар мұсылман болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі дұға жасаған екен ғой: "Я Алла, екі Омардың біреуіменен исламды күшейтші" деп. Екі Омар дегені бір Абу Жахилдің шын аты Омар болған екен. Содан Алла тағала нәсіп етіп Омар ибн Хаттаб мұсылман болады ғой. Енді ол кісілер Меккенің батыр адамдары ғой. Екеуі мұсылман болғаннан кейін, енді пайғамбарымыз өзі аштан дағуат жасап 2 жылдан бері жүр ғой. Бірақ басқа мұсылмандар өзінің мұсылман екенін жасырған. Бірақ мына екі батыр мұсылман болғаннан кейін болды деген, енді мына ағаларымыз мұсылман болды, біз неменеге мұсылманшылығымыз жасырамыз деген ғой. Әзірет Омар да айтқан, біз санымыз 40 па, енді 40 болса неменеге жасырасың деген. Сөйтіп бұлар болды, біз бәріміз мұсылманбыз деп Қағбаға ашық барып намаз оқып қала беретін болған. А мүшриктер де ештеңе істей алмай қалған. Осы екі адам мұсылман болғаннан кейін ашық мұсылмандарға тиісе алмай қалған. Өйткені біледі олардың кім екенін. Қорқады. Міне осы екі мықты адамның мұсылман болғанын естиді. Содан кейін екінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Қағбаның қасына барса, мүшриктерден көп адам жиналып отыр екен. Тыныш жүрмейді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ақиқатты жеткізу керек. Барады да Құран-ы Кәрімді оқиды ғана. Қай сүрені оққан? Нәжім сүресін оққан бастан аяқ. Құран-ы Кәрімнің өзі бір, пайғамбардың аузынан шығу деген Құран, енді ойлаңыз қандай пайғамбардың аузынан шыққан. Басын бір бастап тыңдап қалса өздерін ала алмай қалады екен ғой, шыға алмай қалады екен. Ол тыңдайды, соңында мұсылман болып кетеді екен. Құран тыңдаса болды мұсылман болды пайғамбарымыздың аузынан. Сол үшін тыңдамай олар қашады екен. Пайғамбарымыз бір мүмкіншілік табады да, аналар отырған кезде Нәжім сүресін бастан аяқ оқиды ғой. Астаизу билла уан наджми иза хава ма далла сахибукум ва ма гава ва ма янтиқу анил хава ин хуа илля вахю юха алламаху шадидул қуа ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. Мүшриктердің барлығы мына Құранды естіген кезде естеріне танып қалады. Ол сіздер мен біздер сияқты емес, бұны мен емес, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі оққан. Және бұны арабша білетін адамдар тыңдаған. Таң қалған бұл Құранның сөздеріне. Адам айта алмайды бұл нәрсені. Өмірінде бұндай нәрсе естіп көрмеген. Афараайтумул лата вал узза. Енді мына жерде өздеріңіз енді Нәжім сүресінің мағынасын оқып көрсеңіздер, мүшриктердің пұттарына да қарсы айтылып жатыр да бұл жерде әңгіме. Лат, Узза деп мысалы. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Мүшриктердің Құдайына тіл тигізіліп атса да ештеңе істей алмаған. Таң қалған, түсінген және мойындаған. Бір қызығы сол Нәжім сүресінің соңғы жағында сәжде аяты бар. Сәжде жасау керек. Азифатил азифа лайса лаха мин дуниллахи кашифа афа мин хазал хадиси та'джабун ва тадхакуна ва ла табкун ва антум самидун фасджуду лиллахи ва'буду. Алла тағала сәжде етіңдер, Алланың құлы болыңдар, құлшылық жасаңдар деген мағынаға аятта келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәжде қылған. Нәжім сүресін оқығанда біткеннен кейін сәжде қылған, бүкіл мұсылмандар, сахабалар сәжде қылған. Сол аяттың әсерінен сол жерде тұрған бәленбай мүшриктің бәрі Меккедегі бәрі сәжде қылған. Құранның құдіреті. Өздерінің не істеп қойғанын білмей қалған, жүректеріне иман қалай кіргенін білмей қалған. Бәрі сәжде қылған. Міне осы оқиға Хабестанға жеткен ғой. Ол былай жеткен. Меккеде Хазірет Хамза, Омар мұсылман болды. Бүкіл мүшриктердің барлығы Аллаға сәжде етіп мұсылман болды. Мекке мұсылман болып кетті деген. Содан кейін Османдар айтқан, Мекке мұсылман болып кеткен болатын болса, біз енді шетелде неғып жүрміз? Елімізге қайтайық онда, өзіміздің бауырларымыздың қасында. Оңай емес қой шетел қалай болғанда да.
енді Құдайдың қалауы ғой. Сол 14 адам қаншама ұзақ жол болса да қайтадан артқа қайтады ғой. Еліне деген сағыныш қой енді. Сөйтіп 3 айдан кейін қайтып. Содан кейін бұлардың бәрі сол жаңағы өсек әңгімемен қуанғаннан шығар енді. Мүмкін мүшриктер аналарды қайтарып алу үшін әдейі істеді. А шындығында бұл мүшриктер мұсылман болмаған артынан мүшриктер сендер неге сәжде қылдыңдар? Мұсылман болып кеттіңдер ма деп мазақ қылған кезде, енді ана жерде Лат, Узза, Манат деп айтқаннан кейін енді олар өздерінің құдайына сәжде қылды, біз де өзіміздің құдайымызға сәжде қылдық деп енді қайтадан мұсылман емеспіз деп өздерінің қатарына қосылып кеткен. Бір сәтке болса да жүректерін Алла тағала иманды кіргізбеді, өздері шығарып жіберді тәкаппарлықтарынан. Міне осы әңгімені естігеннен кейін мұсылмандар қайтып келеді, Меккеге жақындағаннан кейін, бірақ бәрібір де айтады да, мынау мұсылман болған көрінбейді. Барып біреулерін көріп келіңдер деп барып көріп келеді, жіберген шабарманы жоқ дейді, өтірік екен бізге жеткен әңгімелердің. Мекке әлі мұсылман болмаған екен. Керісінше мұсылмандарды әлі қысып жатыр. Исламға әлі қатты соғыс болып жатыр. Содан жиналады. Не істейміз? Мұсылмандар ақылдасады. Қайтадан қайтайық бәріміз дейді. Пайғамбарымыз жіберді. Пайғамбардан әмір келмей, біздің келгеніміз жалпы дұрыс болмады. Қайтадан қайт. Біреулер айтады, енді ақыры келгеннен кейін келіп тұрып енді қайтадан қайтып кетеміз. Жасырын бір кіріп, жұмыстарымыз біз қайтадан шығайық. Пенде ғой олар. Келіп тұрғаннан елінен қалай келмей кетеді. Сендер өйтіп жасырын кіретін болсаң, неменеге жасырын кіреміз дейді османдар. Енді олар Бәни Умайя деген үлкен қабиланың мүшелері ғой енді. Біз ашықтан ашық кіре саламыз, біз ешкім тиіспейді. Байлар. Сөйтіп Әзірет Османдар ашық кіреді, кейбір мұсылмандар жасырын кіреді. Бірақ көпшілігі сол жердегі сахабалар, енді 10 шақтысы деп айтады, 10 шақтысы мен көпшілігі қайтадан артқа қарай несейді бауырлар, қайтып кетеді. Міне осыдан кейін мұсылмандарды қыспаққа өте қатты алады. Хижрат 5 жылда мысалға бірінші хижрат етсе, содан кейін 2 жылдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қыспаққа шыдай алмай тағы да Аммар ибн Ясир деген сияқты құлдары бар, басқалары бар. Оның ішінде жоғары жақтағы 4 әйел, ана еркектердің әйелдері ғой, мысалға Руқия анамыз, Осман әйел сияқты 4 әйел, 10 еркек кетсе 80-дей еркек хижрат қылады, жасырын Хабештан. Өйткені жағдайдың бәрін көрі, ана жақта жақсы қабылдап жатыр мұсылмандар. Екінші мәрте кетті. Оның ішінде 18 әйел болған деп айтады. Енді 100-ге шақты адам хижрат еткен. Балаларын есептемегенде, бала шағасы да мүмкін кетті олармен. Енді әйелдер, еркектер кеткеннен міндетті түрде балалар да бар ғой. Үлкен-үлкен сахабалар бар. Бірақ сол сахабалардың қасында әйелдер де бала шағасымен 100 шақты адам екінші хижратқа кетеді ғой. Осы кеткеннен мұсылмандар сол жақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде 13 жылын бітіріп, содан өзі Меккеге, Мәдинаға хижрат етіп, Мәдинада Бәдір соғысы болады, Ухуд соғысы болады, содан Ахзаб болады, ана басқа да ана яһудилермен соғыстар болады. Соның барлығын өткізгенде бас аяғын қарасаңыз бір 15 жылдай уақыт өтіп кеткен екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай қиналса да, мысалы Ахзаб соғысында қалай қиналып, бүкіл араб келіп жиналып, 10 мың адам келіп жиналып, мұсылмандардың бәрін құртамыз деп келіп отырған кезде, енді ана жақта оңай емес, 150-дей адам болған, солардың бәрі келсе қаншама күш қой енді. Ол жақта жай сахабалар емес қой. Мықты-мықты сахабалардың барлығы хижрат етіп сол жақта жүр мысалға. Жафардың өзі қандай сахаба мысалға. Жафар Тайяр дейді, Әзірет Алидің ағасы. Талха бин Уайдулла, Абдурахман бин Ауф деген сияқты сахабалардың бәрі сол жақта. Шағырмаған ғой. Кел деп айтпаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Оларды сақтап отырған сол жақта. Енді араларында елшілер болған, Құрандарды жіберіп отырған. Олар сол жақта Құрандарын жаттап, құлшылықтарын жасап, егер мына жақта жазатайым мұсылмандар жоқ болып кетсе, Аллаға табынатын, Құранды оқитын мұсылмандар сол жақтан ары қарай дүние жүзіне исламды жая беретін сондай бір үлкен миссиямен жіберілгендігі содан көруге болады. Артынан мұсылмандар енді күшейіп, Сулх Худайбиядан кейін Хайбардың фатхы болады ғой. Сол кезде қайтып келген ғой. Енді ол кісілер Мәдинаға келеді, Мәдинаға келді, енді қаншама жылдан бері сыртта жүрген адамдар келсе, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбардың фатхына кетіп қалады. Жатса болады ғой, жоқ, сол жерден қайда 100 километр Мәдинаның солтүстігінде орналасқан Хайбар қорған. Соған барады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұхажир бауырларын көріп қатты қуанған екен. Хайбардың алынғаны мен қуанайын ба, жоқ. Мынау Жафардың келгені мен қуанайын ба, бұл не деген қуаныш деген ғой, екі қуаныш бірдей саллаллаху алейхи вассалам. Енді хижраттан көп дәріс шығаруға болады. Алланың жері кең. Егер мұқтаж болса, міне осындай нәрселерді де мұсылман істейді екен бауырлар, жасайды екен. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті болып есептеледі екен. Құдай қаласа, Алла жеткізсе, келесі сәрсенбіге
екінші хижрат қалай басталды және кімдер барды, ол жаққа барған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның киносынан да көріп жүрген шығарсыздар. Хабешстанның бастығы қалай қарсы алды мұсылмандарды. Содан кейін мүшриктер енді қайта кете бергеннен кейін араларында жақсы қарым-қатынастар бар. Амр бин Асты жіберіп, араларында болған диалог, сол мәселелерді өйткені ғибарат алатын көптеген оқиғалар бар, иншалла. Соларды ары қарай жалғастырып өтетін боламыз. Алла тағала мынау естіген білгендерімізбенен амал етуді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаянын шынайы түсінуді барлығымызға нәсіп етсін. Егер кемшілік бір қателік жасақ, Алла тағала кешірсін. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин. Фасатазкуруна ма aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.